Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Менің атым Сүйіндік Мансұр. Мен 2012 жылы 10 сәуірде дүниеге келдім. Мен Рахымжан Қошқарбаев атындағы нөмір 1 орта мектебінің 3А оқушысымын. Мен бос уақытымда үйде сурет салғанды ұнатамын. Және де достармен бірге ойнағанды, далаға шыққанды, басқа да нәрселерді істегенді ұнатамын. Мен медиа мектепке келгеніме 3 ай болды. Осы 3 айдың ішінде мен көп киноларға түстім. Менің ең бірінші кином Дем туралы болды. Онда мен кішкене басқаша сөйледім. Даусым басқа болды вообще. Ал мен медиа мектепке келгеннен кейін даусымды жақсарттым. Дұрыстап тіл мәнерін білдім. Және де мен Алаш арыстары деген фильмға түстім. Онда менің өскен кезім болды. Мен онда сол кездің кішкентай баласы болып, яғни бала болып рөлін ойнадым. Ол Қазақстан ұлттық арнасында енді шығады.